Так, достар, арға кеттік, бізде көптен көрмей кеткен, елдің бәрі сұрап жүрген Аян қайда жүрсіз? Қасыңызда тұрмын ғой, мен осы жерде тұрмын. Енді біраз адам шынымен іздеп қалыпты, сағынған шығарсыздар, іздеп қалған екенсіздер. Жалпы бармын, жүрмін, тірімін. Кішкене отбасыда болған қайғылы жағдайлармен келе алмай қалдым. Бірақ туған күндей сол жағдайға байланысты кішкене көрінбедім. Негізінде бармын, жүрмін, Инстаграм парақшамды қарап тұрыңыздар, әже белгілеп береді қазір. Сондай сұрақ қандай? Аты жақсы болсын енді, жаңа айтып қайғылы жағдай. Так, бүгінгі сұрақ бізде болашақта, тойда тортты бірінші кімге бересіз? Тортты ма? Той кімдікі? Сенікі. Және? Әйеліңізді. Сол адам. Егер де анамның 50 жас тойы болатын болса, анама беретін едім. Анамның туған күні болса, анама беретін едім. Менің туған күніме Happy Birthday to you деп тортты маған әкеліп берсе, мен жеймін ғой, дұрыс па? Дұрыс. Дәл сол сияқты тойда тортты бізге әкеліп. Сонымен ары қарай дальше. Жаңағы әңгіме, бұл басқа әңгіме ғой, негізінде айтылатын дүние сол, негізі шатастырмаңыздар. Қуаныш кімдікі, сол адамдар сол күні қуансын. Сол адамдардың қуанышын өздеріне сыйлап біліңіздер. Ол адамдардың қуанышына жармаспаңыздар. Ананың орны ол әрдайым бөлек. Ананы сыйлау керек. Ана это святое, мама это святое, конечно, да. Бірақ маманы басқа жағдайларда да көтерсеңіздер, бір тортпен есептеліп қалған жоқ деп ойлаймын да. Дәл солай. Бірақ бұны естіген әйел қауымы да әкіреңдеп кетпеңдер. Кішкене сыйластықпен қараңдар. Осындай кезде әйеліңе беріп жатқан кезде әйелің тұр, жоқ, жүр мамаға берейік десе, қандай күшті бір керемет дүние, ол бірақ қыздың санасында деп ойлаймын. Егер де сондай сана беретін болса, шырайымда бірақ сондай бір сана бар сияқты. Бар, мен айтқым, бұл мен үшін мәселе емес деп. Неге берсе де деп. Это не проблема. Үміткеріңіз бар, Үміткерім жоқ. Жоқ үміткер. Қуанышқа орай. Үміткер жоқ сияқты? Жоқ. Аянда да жоқ. Кете бар. Так, бізде ары қарай рубриканы жалғастырамыз. Біз бүгін өте біздің андай ғой, осы қатысушылардың старшысы. Барлығымызды шақырып солай жүреді. Қалайсыз? Керемет? Демалысыңыз қалай? Демалысым. Ой, қобалжумен өтті. Неге? Оны бүгін өтті айтамыз. Интрига, достар, асыл күтудеміз. Так, Юлия ханым, бізде андай бүгінгі актуальная тема, сіздің балаңыз, той болды ғой сіздердің балаңызда? Жоқ, биыл болады. Балаңыз тортты бірінші кімге беру керек? Бірінші анасына Бірінші айтты бізге анасына. Қызық екен. Так, неге олай ойлайсыз? өйткені болашақ жарымен әрдайым ғой сол күнге жеткізген, сол күнде ең маңызды жан ол сен анаң деп ойлаймын. Өйткені көбінесе қобалжитын біз ғой, туған біз, асыраған біз. Айта беріңіз. Анасына беру керек деп ойлаймын, өйткені екеуі енді анасымен ол соңғы той ғой, одан кейін анасын торт бермейді деген сияқты. Қуанышы қандай 50 жас 60 жас той жасайсың ба? Жоқ, той жасаймын, бірақ енді екеуінің тойы болғаннан кейін ары қарай енді өмір бақи екеуі бірге қол ұстасып жүреді ғой. Ондай торттың жүзін жейді деп ойлаймын. Сол үшін маған беру керек деп Сол үшін әрине бірінші анасына беру керек, өйткені ана әрдайым бірінші орында. Бірақ енді той енді келіңіз бен балаңыздікі болып тұр ғой, екеуісіне арналған той болып тұр ғой. Бала туылады, әйел табылады дейді, ана қайтадан туылмайды. Айтып тұрсыз ғой, бала берде, қатын жолда деген. Әрине. Сондай достар. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізге дүйсенбі, әдеттегідей 14:30-да Қосылайық бағдарламасы тікелей эфирде, так что үзбей тамашалаңыздар. Енді біз бүгін сұрақ-жауап, сіздердің жақсы көретін рубрикаларыңыз. Давайте бастайық. Бірінші бізде как раз Бикеш дайын отыр екен. Бикеш, бізде қазір андай актуальный тема болып отыр ғой. Қалайсыз вообще, бір сұраңыздаршы? Нормально. Жақсысыз ба? Әдемі болып тұрсыз. Мына орындықты сағынып қалыппын. Мына орындық ерекше, айтыңдаршы. Үміткердікі ма? Үміткер кезім сағынып кеттім. Так, Бикеш не ғой? Мен де кеше сөйтіп қоймын, үміткер кезім сағынып кеттім деп, сол кезде мен жоқпын деген сияқты. Так, тортты тойда күйеуіңіз анаңызға берген стрём или норм? Стрём. Неге? Стрём. Енді ол той, Так, неге? Деген жерге тоқталдық. енді ол той күйеуім және мен екеуміздікі болғандықтан күйеуім маған, мен күйеуіме берген дұрыс деп ойлаймын. Ол енді ата-анамыздың 50 жас 60 жас деген тойларда енді обязательно ол той береміз ғой, бірақ біздің той болғандықтан біз жеуіміз керек.
ол сіз үшін прям андай мәселе ма, проблема ма? иә мен қатты ренжітемін егер тойда солай істесе. Сол үшін тортқа тойған жерге келін болып түсу керек қой. Так что күнде торт жеп жүріңіздер. Кешке келеді өткелі. Так